Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл видео сабақты мен арнайы тұз қышқылы деген тақырыпқа арнап түсіріп отырмын. Жалпы тұз қышқылы дегеніміз не? Тұз қышқылы құрамында сутек пен хлорда тұратын хлорсутек деп те атайды. Екі элементтен тұратын қышқыл. Хлорсутекпен әрекеттескенде хлорсутек яғни тұз қышқылын түзеді. Ол түссіз өткір иісті ауадан 1,26 есе ауыр газ. Яғни біз білетін тұз қышқылы газ күйінде келеді деген сөз. Бұл тұз қышқылы суда жақсы ериді. Тұз қышқылының үш түрі болады. Біріншісі сұйылтылған, екіншісі концентрлі және үшіншісі ерітілген. Судағы ерітіндісі ерітілген болады, ал оның үлесі 7%. Ал сұйытылған тұз қышқылының үлесі 12,2%-ға тең. Ал егер ол 24%-дан асса, концентрлі, яғни қышқылдық қасиеті өте басым деген сөз. Жалпы тұз қышқылының концентрлілігі 37%-ға дейін жетеді. Ал ол адам асқазанында 0,13% шамасында болады. Тұз қышқылы біздің асқазанымыздағы оба, сүзек ауруларын туғызатын бактерияларды өлтіріп, бізді сондай аурулардан қорғап отырады екен. Енді тұз қышқылына қатысты мынадай реакцияларды қарастырайық. Бірінші, сутекке хлорды қосқан кезде біз міндетті түрде H хлор, яғни тұз қышқылын аламыз. Енді осы жерде хлорды сумен әрекеттестіру арқылы біз тұз қышқылымен оттек газын аламыз. Теңестіретін болсақ, мұның алдына 4, хлордың алдына 2-ні қояды екенбіз. Тұз қышқылы, яғни хлорсутек, металдармен әрекеттесу арқылы хлоридтер, яғни тұздарын түзеді. Бұл жерде темірдің эквивалентті хлориді және сутек газы түзіледі. Оксидтер мен тұз қышқылдар әрекеттескен кезде де хлоридтер, яғни тұз қышқылының тұздары түзіледі. Натрий карбонатына тұз қышқылын қосқан кезде біз натрий хлориді, яғни ас тұзын аламыз. Одан кейін бізде негізі көмір қышқылы түзіледі, бірақ көмір қышқылы әлсіз қышқыл болғандықтан ол сумен көмір қышқыл газына бірден ыдырап кетеді. Реакцияны теңестіретін болсақ, натрий хлоридінің алдына 2 санын жазамыз. Келесі, осы хлорсутек қышқылына қатысты мынандай есептерді қарастырайық. Бірінші, көлемі 72,4 литр хлорсутек алуға қажетті сутек пен хлордың көлемдерін есептеңдер. Олар әрине қалыпты жағдайда. Бізге берілгені көлем хлорсутек. Ол тең 72,4 литрге. Табуымыз керек көлем сутек және көлем хлор. Шешуі. Бірінші біз хлорсутектің түзілу реакциясын жазуымыз керек. Сутекке хлор қосамыз. Сонда хлорсутек, яғни тұз қышқылын аламыз. Енді осы жердегі өнім ретіндегі тұз қышқылының көлемі 72,4 литрге тең. Табуымыз керек X1 литр және X2 литр. Біз тұрақты көлемді білеміз, қалыпты жағдайда, ол 22,4 литр бөлінген мольге тең.
ол санды әрқайсысының астына жазып шығамыз, өйткені әрқайсысында литр берілген. Сутек пен хлордың алдына дәл осы 22,4 литр мөлдің өзі жазылады. Ал хлорсутектің алдына 2 тұрғандықтан ол 2-ге көбейтіліп жазылады. Демек, 44,8 литр бөлінген моль болады. Бірінші пропорция, яғни x бірінші литр 72,4 литр, ал 22,4 литр моль 44,8 литр моль. Осы жерден x бірді табатын болсақ, 22,4 көбейтілген 72,4 бөлінген 44,8. Осы жерде 20,4 пен 44,8 өзара қысқарып кетеді. Мына жерде 2, мына жерде 1 қалады. Енді 72,4-ті 2-ге бөлетін болсақ, бізде 36,2 литр шығады. Енді бұл жерде x1 тең x2-ге ғой. Сәйкесінше x2-міз де 36,2 литрге тең деген сөз. Екінші, бізге мынадай айналымды жүзеге асыруға тапсырма беріледі. Біріншісінде сутектен хлорсутекті алу керек, одан хлор алу керек, одан фосфор хлоридін алу керек. Демек, бізде неше бағытша болса, сонша реакция болады деген сөз. Бірінші біз нөмірі боламыз. 1, 2, 3. Біздің жағдайымызда 3 реакция болу керек. Біріншісінде сутекке хлорды қосу арқылы біз хлорсутекті аламыз. Екінші реакцияда осы хлорсутекті ыдыратамыз да қайтадан сутекпен хлорды аламыз. Сутектің орнына 2-ні жазамыз. Үшіншісінде хлорға фосфорды қосамыз. Сонда фосфор хлориді алынады. Фосфор хлоридінің алдына 2-ні, хлордың алдына 3-ті және фосфордың өзінің алдына 2-ні жазып, реакцияны теңестіреміз. Үшінші, бізге мынадай тапсырма беріледі. Қайсардың асқазан сөлінің қышқылдығы қалыптан төмен. Дәрігер оған 3%-ық тұз қышқылы ерітіндісін тағаммен бірге қабылдауды ұсынды. Қайсар күніне осы ерітіндінің 10 граммы қабылдайды. Ол 1 жылда тұз қышқылының қандай массасын қабылдады? Бұны есептеу үшін біз былай істейміз. Күніне 10 грамм болса, 10 грамм ерітіндіміз бізде 100%-ды құрайды. Ал оның құрамындағы тұз қышқылының үлесі 3%. Ол қанша грамм? X табу үшін 3-ті көбейтеміз 10-ға, бөлеміз 100-ге. Бұл жерде бізде 0,3 грамм шығады. Бұл бір күнде. Ал бір жылда біз білеміз 365 күн бар. Демек, 365-ті көбейтеміз 0,3-ге. Сонда 109,5 грамм деген жауап шығады. Біздің бүгінгі тақырыпқа байланысты шығаратын есептеріміз осымен аяқталды. Көп рахмет.